Сәлеметсіздер ме, құрметті шебер ханымдар. Міне бүгін мен сіздерге көрсететін аяқ киім түрі осындай жаздық гелевый табанға тоқылған трикотаж жіптен осындай жаздық шлепка тоқуды көрсетемін. Және де сіздерден өтінетінім, қазақ тілді каналдың даму мақсатында маған тіркеліп және де лайк басып кетулеріңізді, және келесі мастер-класстарда қандай аяқ киім түрлерін көргілеріңіз келетіндігін жазып пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Ал мінекей бұл аяқ киімді тоқу үшін бізге осындай гелевый табан мінекей осылай алынады. Менде 37 размерге размер жүреді бұлар. Және де мен сіздерге көрсетіп жүрген осындай китайский трикотаж жіп. Мінекей мен ақ емес осындай молочный түсін алдым, яғни айвари деп айтады. Осы түсінен алдым. Және жасыл, қызыл. Содан кейін кәдімгі осы біздің крючогымыздың мына қалың жағымен тоқимыз, және қайшы қажет болады. Мінекей. Ал енді аяқ киімді бастау үшін бірінші трикотаж жібімізді аламыз. Трикотаж жіпті ақ түсін алып, мына жуан жағынан бастаймыз. Жуан жағымен тоқимыз, және мен қай жерден бастағым? Алдыңғы жағынан бастаймыз ғой. Мінекей. Ішіндегісін алып қойып, мына жерде бізде ортасында сызық болады ғой. Көз көрсетіліп тұрады мына жерде, мінекей белгі ортасын. Содан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-шісі бола ма қазір? 8. Мінекей осылай келгенде 9-шысынан бастайды екенбіз. Алдынан бастап санағанда 9-шысынан бастаймыз. Мінекей осылай трикотаж жібімізді аламыз. Мінекей. Ұшынан сәл қалдырамыз. Арғы бетінен қазір қосып тоқып кету үшін, сөгіліп кетпес үшін қатты ұзын қалдырмаймыз. Мінекей осы жерден бір воздушный петля іліп аламыз осы жерден. Осылай болды. Келесіден енді әр көзінен бір столбик без накидадан тоқып шығамыз. Мінекей. Әр көзінен бір столбик без накида тоқимыз. Өте оңай және өте әдемі көрінеді. Аяқта өте әдемі тұрады екен. Өзім киіп жүрмін. Аяққа өте ыңғайлы және әдемі тұрады екен. Осылай әр көзден бір столбик без накидадан алып отырамыз. Мінекей. Осылай әр көзінен столбик без накидадан біреуден ғана алып, айналдырып осы жерге дейін тоқып алып келеміз. Мінекей. Осылай. Мынан арасына қосып тоқып жібереміз. Мінекей осылай аламыз. Крючокта 2 жіп, одан тағы бір шығарамыз. Крючокта 1 жіп қалады. Одан кейін тағы да өткізіп аламыз. Крючокта 2 жіп, одан өткізіп алсақ 1 жіп қалады. Мінекей. Мынаны алып қырқып тастаймыз. Мына жібін қырқып тастап, ары қарай жалғастырып тоқып шығасыздар. Аяғына дейін осылай айналдырып алып келесіздер. Әр көзден бір столбик без накидадан тоқып. Тура мына қайшым түсіпті. Осылай енді өз еріктеріңізбен айналдырып, мына жерге дейін столбик без накидамен осылай тоқып алып келесіздер. Мінекей ханымдар, мен соңғысына дейін тоқып келдім. Яғни столбик без накидамен енді бірінші қатарды аяқтаймыз. Мінекей мына жерден кіргізіп, осылай
соединительный петля жасаймыз. Енді осы жерден ары қарай біз 17 воздушный петля алып аламыз. Мына жерін осылай қаттырақ тартып біріктіреміз және 17 воздушный петля аламыз. Мінекей. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 мінекей. Мына беттен қай жерге келіп тұр? Мына жерден болса, мына жерге осылай мына бетіне қарай өтіп, мінекей түзу болып шығу керек. Осылай түзу тұру үшін, сонда біз мына жерден бітіретін боламыз, түзу болу үшін. Осылай мына көзден, мына жердегі көзге кіргізіп, столбик без накида тоқыма көзден алып, яғни осы көзден бітіретін боламыз. Осы көзді белгілеп аламыз. Мынаған қайтадан крючогымызды іліп жібімізге. Мына көзге бітіреміз. Бітіргенде қалай бітіреміз? Осылай кіргіземіз, шығарып алып, столбик без накида тоқып бітіреміз осы жерден қатарымызды. Столбик без накида тоқыдық. Және мына жіпті осылай шығарып, бұған маркерді іліп қоямыз шығып кетпес үшін. Енді аяқ киімді тоқып жатқан кезде, осы мысалы 37 размер өзіңізге тоқып жатсаңыз, осы воздушный петля іліп алған кезде аяққа бір киіп өлшеп көріңіз, немесе манекенге қойып көріңіз. Егер сәл кең болып жатса, бір-екеуін қысқартасыз, ал тар болып жатса, бір-екеу қосасыз. Барлығы осыған байланысты, яғни бірінші басталған кезде осыдан басталады, ары қарай жайлап көбейетін болады. Екеуін салыстырып көреміз, осылай басталған жерлері бірдей болып тұр. Енді ары қарай екінші қатарды тоқимыз. Екінші қатарды тоқу үшін жібімізді мына бетке өткізіп, мына келесі көзімізден бастадық, одан кейінгі келесі көзден бір воздушный петля іліп аламыз. Және мынаны қатты бос қылмаймыз, қатты тартпаймыз, мынамен бірдей қылып ұстап отырамыз, қосып тоқып кетеміз. Осылай бір воздушный петля іліп аламыз. Және мына әр көзден бір столбик без накидадан тоқып шығамыз. Яғни 17 столбик без накида шығу керек. Біреу, келесі екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Қанша воздушный петля іліп алдыңыз, сонша столбик без накида тоқып шығамыз екінші қатарда. Ешқайсысын қалдырмай, әр көзден алып тоқып отырамыз. Осылай алып тоқып отырамыз. Осылай өте әдемі шығады осы трикотаж жіптен. Және мына китайский трикотаж жіптің ерекшелігі, кәдімгі трикотаж жіпке қарағанда сәл созылыңқырап, жіңішкеріп тоқылады, және ұстаған кезде өте нәзік, және тоққан кезде өзі тоқылып кете береді.
қолға өте, аяққа да, қол ұстап тоқығанға да және аяққа кигенге де өте жағымды. 16-шысы болса, соңғы 17-ден қазір мысалы 3, 6, 9, 12, 15, 16, енді 17-шісін аламыз. Міндетті түрде санап, қанша воздушный петля алдық, сонша бітіреміз. Мінекей, соңғы 17-шісін алып жатқанда мінекей осылай шығарамыз. Және осыны шығарып болғасын, мынау маркердегі жіпті осылай крючокқа іліп аламыз. Осыны ұмытып кетпейміз. Мінекей, маркердегі жіпті крючокқа іліп аламыз. Осылай іліп алдық. Және осыны қосып бірге тоқып жібереміз. Осы үшеуінен бірге бір-ақ өткіземіз осы жібімізді. Енді екінші қатарды бітіреміз. Екінші қатарды бітіру үшін келесі, осы келесі көзге столбик без накида тоқып бітіреміз. Столбик без накида тоқып бітіреміз. Және осылай шығарып, тағы да маркер қадаймыз. Осылай маркер қадап, мінекей біздің екінші қатарымыз бітті. Бірінші қатарымыз воздушный петля болса, екінші қатарымыз столбик без накида. Енді үшінші қатарымызға кірісеміз. Үшінші қатарды да жібімізді мына бетке өткізіп, келесі бетке өткізіп, осылай келесі көзінен тағы да бір воздушный петля іліп аламыз. Бір воздушный петля іліп алдық. Ешқандай өзгеріссіз, мына екінші қатарда тоқыған ұқсап, бұл қатарда да 17 столбик без накида, яғни әр көзінен қалдырмай алып тоқып шығатын боламыз. Бұл қатарда да 17 болады, яғни ешқандай көбейтусіз, ешқандай азайтусыз. Мынау тоқып жатқаным 37 размер. 36-ға мүмкін 16-дан алып бастап көресіз, ал 38-ге мүмкін 18-ден 18 воздушный петлямен бастап көресіздер. Осылай. Бұл біздің үшінші қатарымыз. Бірінші қатар воздушный петля болды, екінші қатар столбик без накида, бұл үшінші қатар. Енді біз төртінші қатарда жасыл жіпті, яғни гүлдің сабағын қосып тоқитын боламыз. Гүлдің сабағы болады. Бұл қатарда да 17 столбик без накида болады, ешқандай өзгеріссіз. Бұл тоқылу өте тез және өте әдемі шығады. Және соңғы 17-шісінен алып жатқанда маркерге кіргіземіз. Және соңғыны біз ханымдар қазір бітірген кезімізде соңғысын біз осылай өткізіп, жоқ, осылай үшеуін алып тұрмыз ғой, мына крючокқа. Мынау маркердегі және недегі, және осы жасыл жіппен, жасыл жіптің ұшынан кішкене қалдырып, жасыл жіпті толығымен осылай өткіземіз. Яғни жасыл жіппен бітіреміз. Енді маркерді шешеміз. Мына ақ жіп тұра береді, ешқандай кесіп үзбейміз, бұл тұра береді. Және мына жасыл жіптің мына келтесі де тұрады, бұны да қазір қосып тоқып кетеміз. Енді біз өткіздік қой. Өттік. Енді мына келесі көзге
осы жасыл жіппенен столбик без накида тоқып бітіретін боламыз. Келтесін. Мінекей осы жасыл жіппен столбик без накида алып тоқимыз. Мінекей. Сонда біз осы үшінші қатарды бітіргенде осылай жасыл жіппен бітіреміз. Және мінекей маркерге осылай іліп аламыз. Осылай іліп алдық. Мінекей, мынау ақ жіпке мүлдем тиіспейміз, бұл қала береді. Мына жасыл жіпті мына бетке қарай, мына кішкентаймен бірге қосып тоқып кетеміз. Осы бетке өткіземіз. Мінекей. Және мына жерден келесі көзден бір воздушный петля іліп аламыз. Мінекей. Мінекей осылай бір воздушный петля іліп алдық. Осы біздің төртінші қатарымыз болады. Төртінші қатарда жасыл жіпті бастаймыз. Мінекей осылай. Бір воздушный петля іліп алдық. Енді крючокқа жіпті ораймыз, яғни столбик с одним накидом тоқимыз. Мінекей мынада біз мына жерден бастағанбыз. Осыған қарап отырып, мына келесі көзден столбик с одним накидом тоқимыз біреу. Мінекей. Және соған бір воздушный петля қоямыз. Бір воздушный петля қойдық. Воздушный петля, одан кейін тағы да накид аламыз. Және тура сол шыққан көзден тағы да бір столбик с одним накидом тоқимыз. Мінекей. Міне сонда осындай бізде арасы ашық үшбұрыш шығады. Келесі бір екі көз тастап, үшінші көзден тағы да тура дәл осыны қайталаймыз. Бірінші столбик с одним накидом біреу тоқимыз. Одан кейін бір воздушный петля тастаймыз. Және тура сол көзден екінші столбик с одним накидом тоқимыз. Мінекей осылай аяғына дейін қайталайтын боламыз. Тағы да накид ораймыз, бір екі көз тастаймыз, үшіншісінен бастаймыз. Мінекей столбик с одним накидом біреу тоқимыз, ортасына бір воздушный петля тастаймыз, және тура сол көзден екінші столбик с одним накидом тоқимыз. Мінекей. Үшеу болды, менде қанша болған? 6 тюльпан шыққан. Келесі тағы да бір екі көз тастаймыз. Екі көз тастаймыз, екі көз тастап, үшіншісінен тағы да столбик с одним накидом алып шығамыз. Одан кейін бір воздушный петля, тағы да накид орап, екінші столбик с одним накидом. Мінекей. Екінші столбик с одним накидом болады. Одан кейін тағы да бір ораймыз, екі көз тастап, үшіншісінен тағы столбик с одним накидом тоқимыз. Мінекей. Осылай осы қатардың аяғына дейін қайталаймыз. Яғни менде 6 тюльпан шыққан. Сіздердің алған воздушный петляларыңызға, размерлеріңізге байланысты шығады. Мен осыдан кейін соңғы тюльпанымды тоқимын. 2 бір воздушный петля, және тура сол көзден екінші. Және де мен соңында бір көзден кейін, мысалы мына жер болса, осы мына соңғысына бір столбик с одним накидом тоқығанмын. Неке осылай алып аламыз. Өткен кезде мына біздің маркердегі жіпті міндетті түрде бірінші алып, осылай қосып, осыдан өткізіп аламыз, қыздар. Егер мына маркердегі шығып кетеді десеңіздер, маркерді алмай тұра тұрасыздар. Мінекей осы маркердегі жіпке өткізіп, мынау соңғы нені шығардық қой. Енді осыдан кейін біз
мына жасыл жіпті осы жерден сәл ұзынырақ етіп кесіп, қазір арасына тоқып кетеміз. Одан кейін мына қызыл жіппен бітіретін боламыз, Міне, мынау крючогымызда 2 жіп тұр ғой. Осы 2 жіптен қызыл жіпті бір рет өткізіп аламыз, мінекей, қыздар. Мына бұдан да сәл қалдырамыз. Және мінекей. Мына уже біз маркерді алып тастасақ болады. Енді мынау ақ жібімізде жасыл жібіміз кесілді. Ақ жібіміз тұра береді, оған тиіспейміз. Мына қызыл жіп қосылды. Осыны мына жерге осылай қойып, келесі көзге столбик без накида тоқитын боламыз. Яғни осы 4-ші қатарды қызыл жіппен аяқтаймыз. Себебі біздің келесі қатарымыз қызыл жіп болады, Неке осылай тегістеп туралап кетеміз. Осылай маркерді қоямыз. Және мынасын осылай тартамыз, кең болып қалмас үшін. Мінекей, бізде 6 тюльпан шығатындай болды. Мына ақ жіп осылай ешқандай несіз тұра береді. Мыналарды мына жаққа қосып тоқып жіберуіміз қажет. Енді біз тюльпанның жапырақтарын, яғни сабағын тоқыдық. Енді тюльпанның өзінің гүлін тоқитын боламыз. Шебер ханымдар, осылай тюльпанды бастайтын боламыз. Мінекей, келесі бетке өтеміз. Ақ жіпке мүлдем тиіспейміз, толтыра береді. Мінекей, мына жерден жасыл алдық, келесі көзден мына қызылдан бір воздушный петля іліп аламыз. Мінекей, осылай. Біз енді попкорн деген узор, попкорн тоқитын боламыз. Мінекей, крючокқа накид ілеміз. Одан кейін мынау екі біздің арасы бар ғой, жаңа біреу алып ортасында осы жерден столбик с одним накидом 5-еуін тоқимыз. Біреу. Мінекей, мына жағын сәл тартамыз. Осылай босап кетіп жатса. Мінекей, 2, 5 столбик с одним накидом қызыл түстен тоқимыз. Басқа өздеріңіз сары, көк қалаған түстеріңізден тоқи берсеңіздер болады. 2, 3, мінекей, 3, келесі 4-еу, мінекей, 5-шісін тоқимыз. 5 столбик с одним накидом тоқыдық. Енді осылай сәл тартып қалдырамыз да, мына бастаған бірінші накидіміз бар емес, осыған көзіне кіргізіп, мынаны аламыз да, жаңа қалдырып, соны осыдан өткізетін боламыз. Осылай тартамыз, сонда мына біздің тюльпанымыз шығады. Яғни бұл узордың аты попкорн деп аталады. Және осыдан кейін осылай бітіреміз да, 1, 2 воздушный петля аламыз. 3 воздушный петля аламыз. Бітіргеннен кейін 3-еу аласыздар. Осылай. Енді келесі, енді мынаның арасынан тоқимыз. Тағы да столбик с одним накидом 5-еу тоқимыз. 5 столбик с одним накидом тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Дәл солай 5-шісін тоқып алып, осылай мұнан қалдыра тұрамыз крючоктан. Сәл ғана шығарып, сәл шығарған сөгіліп кетпейді. Енді мына бастапқы бірінші тоқығанымыздың көзіне осылай кіргізіп, мынаны крючокпен осылай іріліп кіргізіп аламыз. Осылай қатты тартамыз да, осыны бітіреміз. Екінші тюльпанымыз дайын. Енді тағы 3 воздушный петля аламыз. 1, 2, 3. Және мінекей, келесі бізде тағы да 5 столбик с одним накидом тоқимыз келесі көзге. Мінекей, мынау келесісіне осылай столбик с одним накидом тоқимыз. 5-еу тоқимыз тағы да, бұл біздің 3-ші тюльпанымыз.
Дәл осылай біз 6 тюльпанды ешқандай өзгеріссіз тоқып шығатын боламыз. 2, 3, 4, мінекей 5. Осындай тюльпан. Осын алып, мынаны қалдыра тұрамыз және мына бірінші көзге салып, осыдан іліп алып, мына бетке шығарамыз. Тартып және де осылай бітіреміз, мінекей. Енді 3 воздушный петля аламыз. 1, 2, 3. Мінекей 3 воздушный петля алдық. Мыналарды артына барынша қосып тоқып кетуге тырысамыз. Менікілер келте болған екен, үстіп жалбырап тұр. Қазір жақындағанда осылай арасына қосып тоқып жібереміз. Келесі мына ненің арасынан тағы да 5 рет осылай алатын боламыз. Мінекей 1, 1, 1 болды. 2, мінекей. Келесі 3. Ана шетінен алып жүрмін. Үшіншісі. Мына төртіншісі. Және мына бесіншісі. Мына осылай алып қалдырамыз. Және мына бірінші бастапқыға келіп, осыны осылай тартып шығарып аламыз, Сонда попкорнымыз дайын, яғни тюльпан. Бізде бұл жерде тюльпан болып тұр. Неге осылай өте әдемі шығады және тез тоқылады. Трикотаж жіптен болғаннан кейін өте тез бітеді. Шыдамсыз тез тоқып біткісі келетіндерге осы жіппен осындай аяқ киім тоқып сатсаңыздар болады. Тағы да солай қайталаймыз. 2, 1, 2, 3, 4, соңғы 4-шісі мұны. 4, одан кейін мінекей 5-шісі. 5 болды. Осылай қалдырамыз. Мынау біріншісінен қайтадан алып келеміз. Да осылай өткізіп попкорнды шығарып аламыз, Мінекей қатты тартып осылай. Енді тағы 3 воздушный петля кетеді осыдан кейін. Мінекей. Біз соңғы тюльпанымызды жасаймыз енді. Мінекей осы жерге кіргізіп 1, 2, 3, 4 болады. 4, мінекей мынау 5. Мынау 5-ші. Бесіншісін қайтадан аламыз осылай. Шығып кетті.
осылай қалдыра тұрып, мына бірінші көзінен алып, мынаны қайтадан сол көзден осылай тартып өткізіп аламыз. Енді осылай бітіреміз да. Осыдан кейін біз екі воздушный петля аламыз. Және мына соңғысына осылай бір ғана столбик с одним накидом тоқып аламыз. Мына жерге кіргіземіз, яғни жасыл тұрған жерге. Осылай біреуін шығарамыз. Және мынау маркердегі жіпті аламыз. Маркердегі жіп. Енді біз осылай өткіздік, үшеуіне өткізіп осылай тұрамыз. Мына бітірейін деп тұрған кезде енді ақ жіппен бітіретін боламыз. Қараңыздар. Осылай тұрғымны ақ жіппенен өткізіп аламыз да. Қаттырақ тартыңқыраймыз. Қызылды да ақты және мына жасылдарды тартып, осылай қаттырақ біріктіреміз да. Енді осы ақ жіппенен келесі көзге бітіреміз. Столбик без накида тоқимыз. Осылай столбик без накида тоқып, ақ жіппенен осылай бітіретін боламыз. Және мына қызыл жіпті енді кесеміз. Енді тек қана бізде ақ жібіміз қалады. Ал мына қалып кеткен жіптерді уайымдамаймыз. Мына трикотаж жіп осындай қалың болып тоқылғаннан кейін ол қазір арасына жасырып жібереміз. Мінекей, біз мынау тоқып келе жатқанда мына жері тюльпанмен кеңейді. Аяққа ыңғайлы болып мына подиумы көтерілді. Подиумдарыңыз үлкен болса, мына тюльпандарды арасын жиілетіп көбейтуге болады. Енді мынаған маркер қыстырып, 6-шы қатарымызды тоқимыз. 6-шы, 7-ші қатар тоқимыз. Сонымен аяқ киіміміз аяқталады. Өте тез тоқылады. Мен сіздерге асықпай көрсетіп отырмын. Мінекей, мына жақтан бастаймыз. Бір воздушный петля іліп аламыз алдыңғыдай. Бір воздушный петля іліп аламыз. Бір воздушный петля ілеміз. Және мына жерден бірінші мына біздің іліп алған жерімізден, яғни мына шеттен бір столбик без накида аламыз. Столбик без накида алып аламыз. Енді мынау арасы бар ғой, біз тастап кеткен жеріміз, біз тастаған болғанда воздушный петляларымыз, ұмытып қалдым, осы жерден 3 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3. Осылай 3 тоқимыз. Келесін мынау тюльпанның жоғар жағында көз тұр, мінекей тоқылатын жер. Содан 1 столбик без накида тоқимыз, бұл өз жеке. Одан кейін қайтадан мынау воздушный петля тұрған жерден тағы да 3 столбик без накида тоқитын боламыз. 1, 2, 3. Мінекей, осылай мына тюльпанның жоғар жағынан жеке біреу тоқимыз. Одан кейін мынау жерден 2 столбик без накида тоқимыз. Сонда 3 болады. Тюльпанның төбесінде біреу, мына жерден 2 тоқылады. Тюльпанның жоғар жағынан біреу тоқимыз. Және на воздушный ортасынан 2 тоқитын боламыз. Сонда бізде 3 воздушный петля болады. Тағы да тюльпанның жоғар жағынан өз көз көрініп тұр, содан 1 столбик без накида. Және арасынан 2
столбик без накида тоқимыз. Мінекей. Егер сіздерде подиумы үлкен болса, мына екеудің орнына үшеу, төртеу қылып алып, осылай кеңейтуге болады. Яғни біз ортасынан алып жатырмыз оны. Көзден сол жерден екеу, мен екеуден алып жатырмын, ал тюльпанның жоғары жағынан біреуден алып жатырмын. Ал сіздерге не болатын болса, үлкейту керек болатын болса, яғни подиум үлкен болса, көбейтіп ала берулеріңізге болады. Жоғары жағынан біреу, және мен мына жерден біреу алдым соңғы жағынан. Себебі менде осы өзіме подиумы осылай ыңғайлы, яғни тоқып жатқаныма. Осы менің стандарттағы подиум. Яғни сіздерде подиум үлкен болса, оны үлкендетіп тоқи бересіздер. Мен мына жерде біреумен, одан кейін тағы біреуін шетінен ғана алып бітірген екен мынада. Бұда да дәл солай, мына жерден біреу алдым, және мына соңғы мына шетінен біреу алатын болам. Яғни нені маркердегі жіпті қосып тоқу үшін осылай жақындатыңқырап осының қасынан алам. Маркердегі жіпті іліп аламыз және осылай өткіземіз. Маркердегі жіпті сәл тырыстырып алып қойыппын. Сәл босырақ алсаңыздар өздеріңізге оңай болады тоқығанда. Мен қаттырақ қылып алып қойыппын. Соңғысында осылай өткізіп аламыз және маркерімізді шешеміз. Енді осы 6-шы қатарымызды, яғни аяқтайтын боламыз. 6-шы қатарды мынау келесі көзге столбик без накида тоқимыз. Осылай столбик без накида тоқып, қайтадан маркерді іліп кетеміз. Және біздің соңғы 7-ші қатарымыз. Мен ол қатарды кәдімгі былай тегіс тоқыдым, өздеріңіз ерек қылып немесе осылай тегіс тоқсаңыздар да болады. Бірақ негізі мынандай әдемі үлкен объемный узор түсіп тұрғаннан кейін осылай тегіс тоқыған әдемі көрінетін сияқты, маған скромный. Мынандай желбезек қылып көбейте бермей. Соңғы мінекей осылай воздушный петля іліп аламыз. Мінекей воздушный петля іліп алдық. Және әр көзден бір-біреуден алып шығамыз. Ешқандай көбейтусіз, ештеңкесіз әр көзден бір-біреуден алатын боламыз. Ал егер жаңағыда айтқанымдай подиум үлкен болатын болса, көбейтіп алып шығасыздар. Главный бұл жерде узорды тоқи алсаңыздар болды, ары қарай өздеріңіз тоқып кете бересіз. Бұл жерде тек узор ғана ғой, яғни мынау тюльпан гүлі ғана, разница болып тұрған. Осылай бір қатар тегістеп тоқып аламыз. Сонымен болды. Осы аяқ киіміміз аяқталды. Өте тез тоқылады негізі. Жылдам тоқып жүрген ханымдар, пледос трикотаж жіпті менен алып тоқып атқан ханымдар және де алып сатып атыр, тоқып сатып жатыр. Яғни менің осы трикотаж жіппен жаздық шлепка тоқып. Осылай аяқтайтын боламыз.
мінекей осылай соңғысын алып, міне мына маркерден маркердегі жіпті алып алып осыдан өткіземіз. Мінекей, енді соңғы қызыл жіпіміз тұрып қалыпты. Осы жерден соңғы столбик без накидамызды тоқимыз. Мінекей. Столбик без накидамыз тоқыды, және мына ақ жібімізді енді сәл ұзынырақ етіп қырқып аламыз. Мінекей, осы жерлерден және мынаны осылай шығарамыз. Сөгіліп кетпес үшін қатты тартып, дәл осы жерден қайтадан көзінен ішіне осылай ақ жіпті аламыз. Себебі бос болып қалды мынау бітірген кезде, соңғымыз өйткені ары қарай жалғанған жоқ. Осылай шығарып, мына шетінен қайтадан ішке кіргіземіз. Сонда осылай қатты болып бітеді. Енді мына жіпті осылай алып, тағы да былай шығарып, яғни мына тоқылғандардың арасы бар емес, осылай түзуінен істесек, арасынан осылай өткізіп алсақ, бізге білінбейді. Осылай өткізіп, қазір. Осылай өткізіп, сосын қырқып тастаймыз. Бұл трикотаж жіп сөгіліп кетпейді, ұстап тұрады. Осылай ағы бар жерлерден 3-4 мәрте өткізіп аламыз. Яғни жіпті осылай өткізіп енді сол жіпті қырқып тастасақ болады, ақты. Мына жерде мынау қызыл қалып кеткенімізде, арасында. Мынау қызыл жасылдарды, мына жерден қызылдың арасынан 2-3 мәрте өткізіп, жасылдың арасынан 2-3 мәрте өткізіп, қырқып тастай саламыз. Олар сөгілмейді, себебі мына жерде астына қосылып тоқылды. Сонда да 1-2 рет осылардың арасынан өткізіп жібереміз. Бір айналдырып әкеп өткізіп, мына қызылды да бірден өткізіп алайын, сосын бірге кесіп тастай саламыз. Кесіп атқанда қызылы бар жерге кіргізіп, қызыл гүл тоқылғанның арасынан осылай өткізіп тастаймыз. Осы гүлдің арасынан осылай тюльпанның арасынан өткіземіз. Тюльпан арасына өткізгенде білінбейді мүлдем. Енді бұларды қырқып тастаймыз ішкі жағынан. Осылай тартып тұрып ішінен қырқып тастаймыз. Мінекей ханымдар, біздің осындай тюльпан аяқ киіміміз, яғни трикотаж жіптен тоқылған, жазға сыртқа киюге арналған шлепкамыз дайын болды. Мінекей. Ал іске сәт ханымдар, осы аяқ киімді тоқып, жақсы нәтиже шығарып жатсаңыздар, маған WhatsApp номерге фотоларын жіберсеңіздер болады.
бірге бөлісіп отырайық, немесе менің инста парақшама тіркеліп алыңыздар. Және де осы менің каналыма тіркеліп, келесіде қандай аяқ киім түрін көргілеріңіз келеді, мастер-классының қандай аяқ киім үлгілерін тоқып үйренгілеріңіз келеді, соны комментарийға жазып бөлісіп кетіңіздер. Сіздердің жазған әр комментарийларыңызды оқып, және сол бойынша сіздерге келесі мастер-классты шығаруға дайындаймыз. Ал сау саламатта болыңыздар. Осы аяқ киімді тоқып игіліктеріңізге киіңіздер. Ал сауда жасайтын болсаңыздар, осыны сатып саудаларыңыздың берекесін берсін, сауда жасаңыздар. Мінекей ханымдар, осындай өте әдемі тюльпан аяқ киіміміз дайын болды. Іске сәт, сау саламатта болыңыздар.